намат лигасы бар ғой, кулачка төбелеседі. Сода Азат деген оғышын барып жекпе-жек өткізген. 3 раунд 2 минуттан. Бұл жайлы, бұл жігіт жайлы айтатын болсам, жалпы бұның өмірі, тағдыры, осындай жігіттер өте қатты айтты маған. Бұның жасы 23-те. Бұның жасы 23-те. 23 жасына ешқандай октагонға шықпаған бұл бала. Октагон, клетка, не то что клетка, қолына перчатка кимеген бала ғой жігіттер бұл. Бұл Алланың қалауымен маған осыдан бір жыл бұрын келе бастады, не? Бір жыл бұрын келе бастады да, келеді, жоқ болып кетеді, келеді, жоқ болып кетеді. Сөйтті да 3 ай бұрын маған айтады, Мұхит ағай, мен арманым дейді да. Бұл 23 жасына дейін жігіттер. Қолыңа перчатка кимеген бала, ешқандай спортпен айналыспаған бала. Соны айтайын деп отқан арманым дейді да, бір рингқа шыққым келеді, маған бәрібір дейді. Татами болсын, клетка болсын, бірақ бокстан шыққым келеді дейді да. Перчаткамен шығам ба, перчаткасыз жұдырықпен шығам ба, бәрібір маған дейді да. Желание 5 шынында болады. Жасың қаншада? Сен 23-тен, жаным, сен шалсың деймін ғой. Сен 23-тен сен шалсың. 23-тегі жастағы балалар көбісі бокс қойып жатыр дейді. А кейбіреулер уже әлем чемпионатын жеңімпаз болып олимпиадаға барып жатыр дейді 23 жаста. Ай дейді да. Бірақ мен өзім сондай адаммын да, адамның көңілін ешқашан түсірмеуге отырсам, өзім жалпы ұраным бұл өмірде ешқашан еш нәрсе кеш емес. Адамда арман болса бәрі өз қолымызда. Бұл жігіт стройкада жұмыс жасайды. Не жұмыс жасайды деп стройкада жұмыс жасайды. Қолынан кимейтіні жоқ. Ремонт, анау, мынау, там штукатурка, қағу, ұру, соғу, там бәрін істейді, короче. Соны айтайын деп отқам, сен құсайсың что там азып? Амын өсіп құсайсың ба? Жоқ, айтайын. Соны жаңа айтайын деп отқам, сен Рафаэльдің естімесіз ба? Бәрі сүйім ғой, Кришан кетіп тұр ғой. Бәрі сөйтсем жаңа айтайын деп отқам, ағай стройкада жұмыс жасаймын, азаннан кешке дейін, кейбір кезде ауысады түннен азанға дейін дейді да. Сөйтсем стройкадан үй соғады ғой, жықалашы. Бүкіл ауыр жұмыс досы бала істейді екен да. Ана 10-шы этаж, 20-шы этаж лифт жоқ, лифт қайда? Соғып жатқан үй. Сол 10-шы этаж болсын, 20-шы этаж болсын, қапшық еледі алып алам дейді жаңа, кірпіштерді. Сояғы барам, тасиым дейді жаңа, көтерем дейді. Сөйтіп мен бұған айтып, мен сен бір тиын ақша алмаймын дедім. Ақша маған керегі жоқ, маған тегін келіп жүр. Мен де бұндай балаларға әрдайым қолдау жасап жүрмін. Жалпы өзім. Қолдау жасайын, қолдан келгенше. Сосын бұл баланың бір жақсы жері еңбекқорлығы, дисциплинированный. Мен осындай балаларды жақсы көремін. Осындай тәртіпке бағынған бала, дисциплинированный жігіттер өмірде үлкен жетістікке жетеді. Оның пахы. Мен 5 дейін ба, азанғы 5-те келеді. Его не волнует, жұмыс, анау, мынау. 5-те келеді. 6-та келеді, 7-те келеді. Ешқашан кешікпейді. Сөйтіп мен бұны дайындай бастадым. Бұның еңбегіне қарай, стремление, желаниясына қарай, ағай мен дайынданыш, мен шығам дейді да. Сөйтіп Аллаға шүкір, Алматы қаласына барып, 23 жасында өмірінде бірінші мәрте қолына бинт байлап, шорты киіп, аяғына боксерка, бандаж киіп, бандаж бите берді, кимеген ғой, жаңағы бандаж бар ғой, пұтқа келді. Ағай оны қысат жота дейді да. Мен қысат енді, үйрен бандаж жоқ, бәрін жағы денсаулық үшін сұда, денесін қыздырып. Осы жасқа салмақ 68 болып жүрді. Сөйтіп 68-ден 60-қа қудық. 69-дан даже 59-ға қудық. Ровно 10 килограмм болды. Питание жоқ. Витамин алайын десең ақшасы жоқ. Режим жоқ. Демалмайды. Бірақ нәрсесі бар да. Желание. Шығам деген, ұтам деген. Жалпы 3 ай нақты дайындала бастады. 1 жыл болды деді ғой келіп жүргенде. 1 жылда то келеді, то кетеді, то келеді. Осы жарысқа 3 ай дайындалды. Сол 3 айдың ішінде мен өзім қарағаным бұған, мен бұны сол жарысқа дайындағаным 8-ақ күн. 8-ақ күн дайындадым мен бұны. А 3 ай әшейін былай көрсетемін, соны істеп жүрген. А 8 күн чисто, 10 күн чисто жаңағы индивидуально қолға лап ағалам. Мен айттым, аға ертең ұтсам, жаңағы намат ақша береді ғой, сізге берейін да дейді. Мен айтым, жәнім әшейін, сен намат жағында ақша береді ғой, миллиондап бермейді ғой енді басында.
ары кетсе бір 300-ын берер, 400-ын берер, может 500-ын берер деймін да. Ол сенің енді процент как тренер біз аламыз ғой, еңбегіміз үшін, тем более мен оны бесплатно тренирую. Сосын мен болған айтым да, Жанбек, сенің ақшаңа мен қарап қалған жоқпын дедім да. Для меня самое главное, чтобы ты показал результат. И самое главное, чтобы ты выиграл. Өзің мақсаттың арманыңа жеткен. И бұл шығады соперник мастер спорта по боксу. Мастер спорта по боксу. Он никто. Желание свое еще айтам. Бірінші раундта шығады да 20 секундта қарсыласын құйрыққа отырғызады. Нокдаун береді. 61 секундта келесін глубокий нокаутқа жібереді. Бірінші раундтың 61 секундында нокаутпен жеңіске жетіп, Қазақстан Республикасының бокстасы, спортта жүрген спорт шеберін жеңген, айқын басылықпен жеңген. Қол сабақтап қойшы. Енді қараңдар. Сосын жағы қараймын да жағышы. Бізде Астана суық қой. Үстіне қарайым, киіміне қарайым. Бұл еще әйел бала шағасын көрмеген ғой. Әйел 7 ай ма? Шымкентте ма? 4 ай көрмеген, 4 ай. Бала шағасын 4 ай көрмеген. Біз дайындаламын жасты. Біз Астанадан бала шағаны асырау, ақша жіберу 4 ай көрмеген. Қашан шығасың Шымкентте? Ертең кеш қылып. Ертең ба? Жолың болсын. Только много не кайфуй там. Барасың келесің. Февраль уже жекпе-жек келесі қарсыласы уже серьезный. Сосын жағы айтайын деп отырған уже болы профессионально будем еще лучше дайындағанбыз. Айтайын деп отырған мына курткасын көрдіңдер ма? Мынау көктемдік куртка бол ма? Былайша айтқанда. Аяғында аяқ киімі өтірік айтпасам тоже весенний аяқ киім да. Енді өз тарапымнан как бұл жас қой, когда ты молодой, байқамайсың да, аурудың бәрі 30-дан кейін шығады. Тем более стройкада шығады, жұмыс жасайды стройкада, аяғынан суық өтеді, простатит боласың. 30-дан кейін ана жағын әлсірейді. Мынауын бел жаппайды, мына жаққа суық ұрады, аяқтан суық кіреді. Мына курткамен жүрді, 35-40 градус аяз болып жүр ғой. Стройкада осы киіммен жүреді. Еще тағы айтады, бұл тренировка істейді. Стройка барады. Режим жоқ дедім ол, стройкадан осы жерге келеді қайтtan. Тренировкаға. Тренировкадан қайтtan стройкаға кетеді. Демалыс жоқ. Киімге келеді жалпы. Сонша айтайын деп отқан Алла амандық берсін, Алла күш қуат берсін. Әрдайым красавчик болып, Алла тағала жолыңды оң қылдырып, өмірде қойған мақсатыңа, арманыңа Алла тағала жетуіңе үлкен Алла тағала жолыңды берсін. Сол үшін сен бірінші жекпе-жегіңде арманыңа жетіп, ағай арманым дедің ғой, арманыңа жетіп, жеңіске жеткеніне мен өте қуаныштымын. Әрдайым еңбегің осындай алдыңнан ашылып, жолың ақ болсын. Кішігірім Мұхит ағайынан салған сол сыйлық енді. Мә саған. Мына кішігірім салған. Честно куртка. Қыстық куртка. Беліңді де жауып жүреді, достойно жүрсеш бәрі. Тура ма? Жақсы ма? Қыстық саған кроссовка. Бұны да киіп ал. Табанына ұлтарақ салып. Жақсы ма? Мә. Ризасың ба? Молодец. Давай. Алла амандық берсін. Жасыңдарыңыз молынан болсын. Аман есен болайық. Қолдан келгенше бір-бірімізді қолдап, бір-бірімізді көтеріп жүрген ежесі бұл жалған дүниеде. Қазақтар бір-бірін өте қатты сыйлап, өте бір-бірін көтерген елміз. Астымызда ат болса, атымызды қасымыздағы бауырымызға, досымызға сыйлаған елміз біз. Сондықтан ауызбіршілігіміз мықты болсын, бір-бірімізді қолдап жүрейік. Бәрі өз қолымызда. Адам болу, ит болу деген сияқты. Бірақ адам болып жүрейік. Қазақ елі жасасын, қазақтың жігіттері жасасын. Көп сөйлеп қойсам ренжімеңдер, жаттығуды ары қарай жалғастырыңдар. Алла амандық берсе, игілігіңе киіп, үстіңе тоссын. Алла разы болсын ағай. Алла тағала баршамызға разы болсын. Құдай қаласа, үлкен спортта үлкен додаларды жету үшін ең бастысы денсаулық керек. Денсаулықсыз біз ешқайда ұзаққа шаппаймыз.
Сондықтан сенің денсаулығың ол маңызды. Егер де